Қайырлы күн. Қыздар, осы сумка трансформердің қатты фетрден жасалған түрінің мастер-классын қазір түсірмек ниетім бар. Бірінші осыларға түсіндіріп кетейін. Ең алғаш істегенім осындай жұмсақ. Бұл да сумка трансформер ашылады, қайтып жиналады, ішінде дак матасы, бұның мастер-классы уже дайын. Бұл бөлек, бұл жұмсақ. Енді одан кейін қатты түрін істеп көрейін деп, мынандай қатты түрін жасадым. Бірақ ол сәл томпайыңқырап кеткеннен кейін мен осыны сәл трапеция қылып істеп көрейін деп лекаласын тағы да өзгерттім. Бұның ішіне жай ғана мен бамбук матасын қойған том дастарханның орнына. Ол болмайды екен. Су төгілгенде дақ-дақ болып кетеді. Мен бұны эксперимент ретінде жай ғана істеген едім. Осылай. Міне үлкен болып ашылатын. Бұл маған ұнамады, тағы да басқа түрін істеп көргім келді. Осы түрін ішіне кәдімгі пленка дастархан ретінде жасадым. Формасын сәл анаған қарағанда өзгерттім, кішірейттім. Ішіне пленка салдым. Осыны бірақ маған бұл да онша ұнамады. Бірақ жақсысына жақсы, іші пленка, су төгілсе ешнәрсе қылмайды, әдемі. Бірақ мен бұның сапасына гарантия бере алмадым. Себебі тіккен кезде сәл тігістері пленканы ыдыратады екен. Содан бұл қаншалықты біраз дегеннен кейін уже жыртылып қалады деген күдік болды. Әдемісіне жақсы, бірақ бұны мен істеп сатуға, сіздерге осылай істеңіздер деп ұсынуға сәл менде сенімділік болмай тұр. Гарантия бере алмаймын пленкасына. Бұдан қалың түрін алып істейін деген едім, ол қатты қалың, сумканың өзі зілмен де ауыр болып кететін болды, гелевый түрлері. Одан мен бүгін мына түрін істедім. Осы маған қатты ұнады. Осыдан кейін уже мастер-класс істеуге болады деп шешім қабылдадым. Үш жағына сәл ұстайтын замогын ашып жатқан кезде ыңғайлатып, мынандай бұрышына қалдырдым мата. Ішіне енді дак матасын нақты шешім қабылдадым, дак матасы болады. Міне. Енді осыға мастер-класс түсіреміз. Сырты дак мата, іші дак мата. Касабейкасын хыбы алған өте дұрыс. Атлас алмаңыздар. Замогын 80 сантиметрлік замоктар алдым. Өте жақсы ашылып жабылады. Одан қалың түрлерін, андай қымбат түрлерін алсаңыздар, мына тістері қалыңдау. Бұлай майысып жабылған кезде сәл қиындау болады. Ал осы түрі өте әдемі 80 сантиметрлік. Бағасы 100, 120, 150 теңгеден тұрады. Әр қалада әртүрлі. Бұған енді ручкасын біраздан бері мен таба алмаған едім. Мен өткен жолы барып қаладан тауып келдім. Бұған дейін тек маталарды қойып жүргенмін. Бұл жолғы қазір мастер-класста мен осындай ағасы ручканы 1500 теңгеге сатып алдым. Енді Пиндодан, Қытайдан тапсырыс беретін болсаңыздар, Темудан одан арзан болуы мүмкін. Енді осыны бисмилля деп дәл осындай сумканы мастер-классын қазір түсіруге ниеттеніп отырмын. Сіздерге қайырлы білім болсын. Міне осылай жиналады. Енді бұның қалай істейміз, лекаласын PDF форматта бергенде қалай болады деп ойлап отқан шығарсыздар. Мен мына үлгімен жасадым. Осы үлгіні сіздерге тура жеткізу үшін осыны бүктеп, бұлайынан бүктеп сіздерге PDF форматта мына кішігірім қылып мен мына алған қағазымыздың астына 6 сантиметр мына қосамыз. Мына 6 сантиметр белгілеп қойдым. Мына жеріне 6 сантиметр. Мына бұлайынан сызып аламыз. Енді осы сызықтың бойымен мынаны біткен жерінен дәл қоямыз да үстінен басып тұрып, айландыра жоғарысынан сызып шығамыз. Бісмілда. Мынаны тұп-тура астына қарай түсіріп жібереміз. Мына линейкамен төмен қарай түсіреміз, түзу. Осыны қиып аламыз. Фетрдан екеу, мына 4 бар төбесіне ұзынымен 2 штук. Дәл осы размермен, осы екеуін бір-біріне фетрмен жабыстырып қатты қылу үшін арасына паутина қоямыз. Паутина өзі сондай материал, пармен үтіктеп ортасына қойған кезде жабысып қалады. Бұның да міне 2 данасы, 2 штугы. Мынандай төбесіндегі жоғы. Мынау 4 бұрышысы бардан, жоға жағынан 2 штук. Уже қиып, дайындап қойдым уақытты ұстамау үшін. Енді бізге табаны ғана керек. Табаны, мынау біздің алған лекаламыз. Мына 34 сантиметр. 34 сантиметр. Біз соған бір-бір екшетіне бір-бір сантиметрден қосып, табанын 36-да 36 қылып қиып аламыз. Мына мынандай табаны.
36-да 36 тік төртбұрыш. Бұған лекаланың дым қажеті жоқ. Сол себептен оған PDF форматта лекала істеген жоқпын. Кәдімгі 36-да 36 қылып фетрді төртбұрышты қиып алдық. Тура сол размермен бірдей қылып паутинаны да қиып дайындап қойдым міне. Үстіне мін дакматамыз. 36-да 36. Осылардың барлығын қазір пар беріп, үтіктеп жабыстырып аламыз. Қыздар міне, мынау табаны. Фетрді қойдық, паутинаны қойдым, бетіне дакматасын қойдым. Осыны жақсылап пар беріп, үтіктеп аламыз. Міне, фетр, дәл соның размермен бірде паутина, дакматасын қойдық. Мына паутинаның клейі үтікке жабыс қалмас үшін бетіне мата қойып істесеңіздер де болады. Мысалы, шет-шетіне менде паутина шықты, қазір бетіне мата қойып. Клей үтікке жабыспас үшін мата қойып жүрсеңіздер болады. Міне, дәл осылай қалған бөліктерін де үтіктеп шығамыз. Пар беріп жабыстырамыз. Қыздар, міне 4 бөлігін клейлеп алдық, жақсылап паутинамен. Міне. Дәл осы жаңа ғана істеген лекаламызбен. Мына былайынан қайырсақ, ол мына екеу шығады. Мына. Дәл осы үлгі бойынша. Ал төбесіне төртбұрышын көтеріп жерсек, мына. Дәл осы лекала. Былайынан тұрады. Енді мына жоғар жағындағысын, мынау не үшін бұлда жоғары сопақ төртбұрыш болып тұр дейтін болсаңыздар, ол жерге былайынан ручкасын былайынан айналдырып осылай тігетін боламыз. Сол себептен бұл жерге осындай сопақ қалдырып жатырмыз. Табанында мін дайындап қойдық. 36-да 36 қылып. Жаңа айтып жатқан 80 сантиметрлік замок деген міне 4 замогымыз дайын. ХБ кособекамыз міне. Енді біз табанына тиіспейміз. Мына 4 қабырғасын айландыра кособекамен тігіп шығамыз. Табан жағын тікпейміз, жоғарғы жақтарын айландыра тігіп шығамыз. Мынау табаны. Бисмилла деп бұлақ қойып. Осылай қойып аламыз. Міне қыздар, тігіп шықтық. Арты осындай болады. Бірақ біздің фетріміз кейін бұяқта дастархан скатер тегілген екен, артқы беті көрінбейді. Сол себептен алдыңғы бетін әдемілеп тігіп шықсақ, кособеканы болды. Міне осы екі бөлігін тура осылай енді мына екеуінде тігеміз. Қыздар, міне 4 қабырғасын да кособекамен тігіп алдық. Енді мысалына сумкаға қарасақ, міне ұстайтын беті, екі беті бір-біріне қарама-қарсы тұр. Қарама-қарсы тігіледі. Мына ұстайтын жоғы қарама-қарсы бір-біріне. Дәл солай біз мына 4 бұрышты табанның жан-жағына былай қойып аламыз. Міне ұстайтын жақ сопағы бардың. Мына бетке қарама-қарсы мынаусы. Мына екеуі екі бетінде. Енді осыларға бірінші замоктарын тігіп аламыз. Табанына тікпей тұрып, бірінші екі бетіне. Мысалы, замоктың соңынан 4 сантиметр бормен белгілеп аламыз. Міне 4 сантиметр белгілеп қойдым екі бетінен де. Міне замокты аламыз 4 сантиметр. Бұл белгілеп атқан себебіміз дәл осы жерден бастап мынаның бәрі ішіне кіріп кетеді. Осы жерінен бастап былайынан тігетін боламыз. Жақындатайын, так. Міне бормен белгіледік. Белгілеген жерден бастап былайынан міне белгі тұр. Осы жерге қоямыз. Лапканы замок тігетінге ауыстырмай-ақ кәдімгі лапкамен мына кособека тіккен тігістің үстінен
тігіп шығамыз. Міне замок жабық тұр, дәл осылай аламыз, айландыра былайынан тігеміз. Мына қосылған былай қарай шығып кеткен, осы біткен жерге шейін тігіп аламыз. Тігіп алған жерімізді екі бетінен бор белгілеп қоямыз. Мына белгілеген беті, себебі мынау екінші жағына тігіп атқан кезде қай жерге шейін тігу керектігі белгі болу үшін. Түсіндіре алдым ба? Қазір жұмыс барысында тағы да түсіндірем. Міне белгілеп аламыз. Міне замок. Мынау екеуі бір-біріне пар болады. Бұны бір-бір қылып жазып алайық. Мынау бір. Көрініп тұр? Бір. Осы екеуіне міне бір замок болады. Дәл осылай арғы бұрыштарына да, мына бұрыштарына да замоктарын осы 4 сантиметрлің ішіне кіргізе отырып, мына бетін барлық жерде бірінші мына бет жағын, 4 бұрышты шығып тұратын шығыңқы бет жағын замоктарын тігіп алу керек. Себебі қай жерге шейін бұрылатынына біткен жерін біліп аламыз да, бормен белгілеп отырып, екінші бетін тіккен кезде сол жерге шейін замогын тігіп отырамыз. Мына бисмилда деп қазір бірінші замогымызды міне бастайық. Міне 4 сантиметр нақты ішіне кіріп қалады. Дәл қоямыз. Замокты тартып отырып. Мына қыздар, мынау былай қарай төбер қарай шығатын жерде, мына жерден замок бітеді. Артынан былай қайырып жерімізді, мына шетке закрепка беріп тоқтатамыз. Енді мына замогымызды былай жапқанда, осы біткен жер мына жерін белгілеп қоямыз бормен. Мына бормен белгілеп алдық. Енді замогымызды аша салып, бұны екінші бетін екінші бір деп белгілеп қойған. Мына қабырғасына тігеміз. Міне 4 сантиметр шығыңқы қылып, дәл осылай замоктың мына басы белгіленген жерге шейін тігіп шығамыз. Замок тартылып қалмас үшін сәл замокты тартып отырамыз. Мана бормен белгілеген жерге шейін ғана тіктік. Тура касабека тіккен үстінен қайталап тігіп шықтық. Енді мана замогымызды былайынан қойып жапсақ, міне екеуі біткен жерден міне бітіп отыр замок. Енді дәл осылай мына қабырғаның 2 деп екінші бетін аламыз. Міне екінші бетін ал шеті 4 бұрышты жоқ бет болады. Міне қойып аламыз. Белгілеп қойған жерден бастап, міне тігіп аламыз. Мына бұрышқа шейін, жоғары көтерілгенге шейін тігіп, белгілеп аламыз. Міне, мына жермен бітеді. Артына қайырып жеріп закрепка береміз. Замогын жабамыз. Міне замогын жабамыз. Екінші бетін бормен белгілеп аламыз. Замокты ашып жібереміз. Міне, мынаның екінші бетіне белгілеген жерден бастап отырып, тігіп шығамыз. Замоктың набасындағы белгіге дейін. Міне бұлай жауып көреміз. Міне, бітті. Мына артық замоктарын ішіндегі қиып тастауға болады. Дәл осылай қалған бетінде тігіп шығамыз. Қыздар, барлық бетіне замоктарын тігіп шықтық. Замоктарын бұлай кигізсек, барлық шеті 4 беті де жабылады. Енді осыларды жауып тұрып, лайынан төңкеріп, беттестіріп, міне, біз баста 1-1 сантиметр екі бетінен қосқан едік.
табаны 1 сантиметрден 2 жағынан үлкен тұғын. Міне соған замокты қойылады. Сонымен былайынан 4 беті де замоктар сырылып міне жабылып алады. Міне жаптық. Мынау артығын ішіне кіргізіп жібереміз. Осылай замоктарын жауып тұрып, мына бетін бірінші бір тігіп аламыз, инемен қыстырып алып, содан кейін мынаны былай бұрып алып, мына бетін тігеміз. Солай 4 бетіне қабырғасын табанына тігіп шығамыз, әдемелеп. Соны тікпес бұрын, мына табанға мен замоктар ашылып жабылатын кезде былай ұстап тұрып, тартып, ашып жатқанға ыңғайлы болу үшін кішкентай кособейканы былайынан қайырып, осы бұрыштарына, 4 бұрыштарына тігіп шығып қалдып кеткім бар. Замок жапқанға оңай болу үшін. Кособейканы бір тігіспен тігіп жіберемін. Сонымен 7 сантиметрдей қылып қиып алып, былайынан қайырып, мына бұрышына былайынан қаратып қойып, бір тігіс тігіп шығамын. Бір емес, бірнеше рет қайталап тігіп жібереміз. Міне 4 бұрышына тігіп шықтық. Енді 4 қабырғасын шет-шетіне тігетін боламыз. Міне бір бетінің, бір дегенді алайық, замогын сәл башағын кіргізіп аламыз, кигізіп. Осыны бірінші мына қабырғасына тігіп аламыз. Бисмилла деп. Міне тігіп алдық. Енді мына қабырғасын былайынан жатқызып, осылай тігіп аламыз. Инемен қыстырып аламыз, жылжып кетпес үшін. Мына замоктан бастап тігіп тастамаймыз. Замок қазір мыналар жүрмей қалатын болады. Мына замоктың бергі шетінен бастап тігеміз. Закрепка беріп. Мына былай бұрышын ашып қарасақ, мындай болып шығады. Тігістерін кейін үтіктеп, қолмен жатқызып, әдемелеп жібереміз. Міне бір бұрышы шықты. Көрініп тұр ма? Мынау ұстайтыны. Дәл осылай қалған қабырғаларын тігеміз. Енді мына бетінің замогын сырып аламыз. Бас жағын ғана замогын сырамыз. Былайынан жатқызамыз. Инемен қыстырып, осылай тігіп шығамыз. Соңғы қабырғасы. Қыздар, 4 қабырғасына тігіп болдық. Енді мен бұл пикникке апаратын ауыр заттар салатын болған кейін, осы тігістерді тағы да бір қайтара тігіп шығамын. Сонда 2 қайтара тігіс болады. Сумкамыз мықты болады, ауыр заттарды көтеретін болып. Керемет. Енді аз ғана қалды, астындағы скатертін тіксек болды. Бірақтан нанка замоктарын до конца ашамыз. Мына беттегі артық мына замокты, ішіндегі шоштеп тұрған мына бұрыштарын сәл қиып жеріп,
Мына темір нап тастаймыз. Осы ішкі жағынан бір рет тігістіп шығамыз, мыналар кедергі жасап тұрмас үшін. Осыларын мына астында бәнде біз ілмек қылып алып қалғанымыз былай жатып қалмасын. Осыны былай шығарып қойып, замогымызды шығарып қойып, мыналарды былайнан мына жерден бір тігіс тігіп жібереміз. Міне сыртынан. Осыларды жақсылап үтікке басып алып, сол кезде тігістері жатыңқы болады. Пармен жақсылап тігістерін үтікпен басып аламыз. Мына тігістерін томпайтпай. Қыздар, жақсылап пармен үтікке басып алдық. Сыртынан да, ішінен де пармен үтіктеп тігістерін жатқызып басып алдым. Енді соңғы ішіндегі дастарханына тігу. Ол үшін мен осындай әдемі дак матасын алдым. Дак матасын теріс қаратып жайып аламыз. Мұны жайып алдық. Осы сумкамыздың бойымен өзіміз өлшеп алып, дак матасын қиып алу керек. Мен уже өлшеп дайындап қойдым. Менің әр шет-шеттерінен 2-2 сантиметрден артығымен қиып алдым. Мынау менде 1 метр 6 сантиметр. Шет-шетіне шыңқы қылғаным, қазір бұлай қайырып тігіп шығатын боламын. Сіздер бұдан да үлкен қылып алсаңыздар болады. Шетіне шыңқы, ол еш нәрсе қылмайды. Ішіне бүктеп жібересіздер кейін сумканы, замогын жапқан кезде. Үлкен қылып алсаңыздар дастархандарыңыз үлкен болады. Осыдан бір 50 сантиметр үлкейтіп те шетінен ала беруге болады. Міне осылай 4 бұрышты қылып қиып алдық. Осы сумкамыздың бойымен. Міне. Егер дөңгелек қылғыларыңыз келсе, осыны былайна айландыра дөңгелек қылып қиып алуға да болады. Бірақ 4 бұрышты болса, дастархандарыңыз молдау, үлкендеу болады. Скатер. Міне. Дәл осылай. Так, мен аны оң қаратып, былайна қойып аламыз. Ішінен тігетін негізгі дастарханымыз теріс қарап тұрады. Мынаны оң қаратып. Оның алдында бұны тікпес бұрын, мынау алған дак матамыздың шетін қайырып алу керек. Қайырып аласыздар, немесе касабека тіккілеріңізге. Касабека оверлокпен істей салам десеңіздер, оверлокпен істесеңіздер де болады. Мен қазір 4 бетін жіңішке қылып қайырып тігіп алатын боламын. Қыздар, міне дак матамыздың шетін қайырып алдым. Оны видеоға түсірудің қажеті жоқ деп шештім. Кәдімгідей жіңішкелеп қайырып аласыздар. Енді міне дак матамыз теріс қарап тұр. Бетіндегі сумкалық материалды былайна оң қаратып қоямыз. Міне үстіне. Міне шет-шетінің барлықтары бірдей болып тұрады. Осыны осы шетінен үлкейтіп алсаңыздар да болады, жаңа айтқандай. Міне. Енді дәл осыны астындасын түп-түз жайып аламыз. Инелермен қыстырып алып, касабеканың тұсынан жаңа замок тіккен боймен айналдыра тағы да тігіп шығатын боламыз. Ең соңында ұстайтын ручкасын былайна қайырып тігіп жібереміз. Енді инемен қыстырып шығамыз. Енді бір тігіспен касабеканың бойымен тігіп шығамыз. Қыздар, Аллаға сансыз шүкір. Аллаға шүкір. Бітірдік. Инелеріміздің бәрін аламыз. Енді ең соңғы нүктесі ручкасын тіксек. Әлі бітпеппіз ғой, біттік деп қуанып атсам. Замокты лапкасын ауыстырмай осылай тіккенге өзім қатты қуанып атырмын. Өткен жолдары мен замоктарын тігетін кезде лапкасын ауыстырып, солай тігіп жүрген едім. Қазір лапка ауыстырмай осылай тіккен маған өте ыңғайлы, уақытымды үнемдейді. Тіккенге де өте оңай екен, өткен жолдан қарағанда. Тамаша, міне тігіп шықтық. Енді ручкасын тігеміз. Мына жерге қойып, мынаны былайынан қайырамыз да. Осы жерінен былайынан бір тігіс тігіп шығамыз.
екі қайтара тігіп шығамыз, жақсы мықты болу үшін, алынып кетпес үшін. Мына ручкасын бітірдік. Вау, Аллаға шүкір. Қазір бәрін жинап көреміз енді. Неткен тамаша қазір. Ал қыздар, еңбегіміздің жемісін көретін уақыт келді. Бізден әрекет нәтижесін Алладан күтеміз. Кән бисмилла деп жауып көрейік. Шетінен тартып жабамыз. Тамаша. Әдемі. Енді іші томпиып тұрғанда былай томпияды, ал былай қатты не болғанда, шеті былай тартқанда өзі іші кіріп тұрады. Ол басқа сумкаларымда мен сондай. Бұны тағы да өзгертем десеңіздер енді, мен берген лекаланы сәл былай үшбұрышты трапеция сияқты, пирамида сияқты мына жерден тіке қылып жіберсеңіздер болады. Сол кезде мына шеті былайынан томпаймайтын болады. Ал томпайып тұрған әдемі дейтін болсаңыздар, осы үйге қалдыра бересіздер. Ішінен енді дастархан үлкейтем десеңіздер, жаңағыдай мен алған размерден тағы үлкен қылып жіберсеңіздер, кейін ішіне кіргізіп бүктеп жібересіздер. Тамаша. Менің дастарханымыз. Құдайға шүкір. Сіздерге қайырлы білім болсын. Табысты, жемісті болыңыздар. Мынандай томпаяды. Мен бұның ішіне бір зат салып, бір сумка бір пакет маркалар бар, соны салып көрейік. Тез-тез осындай бір талай дүние алып барып деп елестетейік. Міне. Керемет. Күшті. Өзіме ұнады. Бұлайды, наяғына шейін әлі орын бос. Мысалы, нашеттерін бәріне бір нәрсе қойып жерге болады әлі. Нашеттері пустой болып тұр. Ішіне біраз зат кетеді. Шүкір. Бүгін кеш болды, түн болды. Бүгін негіз Арапа, қазір үйге барып бауырсақ пісірем. Ертең болатын айт мерекелеріңіз, құрбан айт мерекесі құтты болсын. Жылдан жылға аман есен, айттан айтқа жете берейік. Қайырлы білім болсын. Тамаша, қайта қарай бергім келеді, ашып жаба бергім келеді. Керемет.